Бұл сметаникті мен де жиі жасаймын және сіздерге бөліскім келді. Сары майды ыдысқа саламыз бөлме температурасындағы, оның үстінен қант саламыз және жұмыртқа қосып араластырамыз. Егер де 2 сметаник жасаймын десеңіз, тура осы өлшеммен 2 еселеп жасауыңызға болады. Одан кейін оны қосамыз және де разрыхлительді қосып қамыр илейміз. Қамырдың басын біріктірген соң көп илемейміз. Илеп болғаннан кейін бірден холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Холодильникте тұрды алып, осылай үстелдің үстіне аздап үн сеуіп, қамырды жаямыз және форманың көлеміне келетіндей жаямыз. Менде тік 4 бұрышты форма. Ондай форма болмаса, дөңгелек формаға жасаңыздар, міндетті түрде форманың диаметрі 22-24 см болуы қажет. Қамырды жайып болғаннан кейін осылай форманың үстіне орналастырамыз. Шетіндегі қамырды алып тастаймыз да, жетіспеген жеріне қамырды жайып толықтырамыз. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Оған сметана, қант және жұмыртқа, бір ас қасық ұн салып барлығын араластырамыз. Начинкасын формаға құямыз және пешті алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 30-35 минут шамасында пісіреміз. Сметаник пісіп шықты. Осылай салқындағаннан кейін формадан шешіп, ортасын кесіп көрсетемін. Толықтай пісіп шықты. Өзім осы рецеппен осы сметаникті кейде жақындарыма, өз отбасыма осылай жасап тұрамын. Бірден жеп қояды. Өте дәмді болады.